твой голос по телефону был. Голос? Не моя! С ним только я могу так разговаривать. Мереке қарсаңында киносүйер қауымға «Каникулы оффлайн» 2 фильмі жол тартты. Күні кеше жабық көрсетілімі өткен отандық кинотуындының бірінші бөлімі көпшіліктің көңілінен шығып, YouTube желісінде 3,5 миллион қаралым жинаған еді. Просто сияқты екен, не говорит, но понимает. Да, мы не ожидали, это, своего рода был это первый детско-семейный фильм. Бұл күтпеген жағдай болды. Аталмыш туынды балаларға арнап түсірілген алғашқы фильмдердің бірі. Көрерменнен мұндай ерекше ықылас көреміз деп ойламадық. Әрине, балалардың өздері көретіндей қызықты фильм болуы қажет. Біз сондай кино жасауға тырыстық. Бірінші бөлімнен кейін арнайы кастинг жарияладық. 100 бала бағын сынады. Олардың ішінен өнерлі 16 баланы іріктеп алдық. Фильм Алматы облысының ең әсем жерлерімен бас қала Нұр-Сұлтанда 1 ай бойы түсірілген. Аталмыш картинаның авторлары Ернар Курмашев пен Руслан Акун. Ал фильмнің екінші бөлімінде актерлар құрамына танымал актриса Динара Бақтыбаева қосылды. Не болды саған? Ребят, знакомьтесь, Таня, наша новая медсестра. Привет. Оқиға желісі бойынша басты кейіпкерлердің бірі Қайрат беделді инвестордың ұсынысын қабылдап, ірі холдингке басшылық қызметке тағайындалады. Ал ауыл кемптің негізін қалаған Дастан мен Болат алғашқы күннен ақ лагерге жиналған балаларды екіге бөледі. Шытырман оқиғаға толы отбасылық комедияның басты кейіпкерлері Қайрат, Дастан, Болат үлкен бизнестің қаупі мен қарапайым адами құндылықтардың маңыздылығын түсінеді. Бірінші бөліміндегідей, байқасаңыздар, екінші бөлімінде де жақсы тақырыптар қозғалады. Ол кішкентай бала арқылы, кішкентай баланың ойнауы арқылы үлкен проблемалар қозғалады. Қаланың баласы мен ауылдың баласы деген сияқты, және де біздің қандастарымыз жайлы, оралмандар жайлы кішкене сондай тақырыптар қозғалады. Өте мен ойлаймын, бұл қызығымен қоса бізге берер де мол проект болғалы тұр. «Каникулы оффлайн» 2 картинасы ұлттық киноны қолдау орталығының арнайы грантын иеленді. Орталық мамандарының айтуынша фильм балалар мен жасөспірімдердің ұлттық мәдениет пен дәстүрге деген қызығушылығын арттырып, өскелең ұрпаққа ана тілін үйретуге де септігін тигізеді.